Сәлем достар, бүгін лимон қосылған пирог дайындаймыз. Ол үшін 180 грамм ерітілген майға 200 грамм қант қосамыз. Барлығын араластырып шығамыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Араластырамыз. Аз-аздан ұнды қосып шығамыз. Үстіне 10 грамм қамыр қопсытқыш қосамыз. Барлығын араластырамыз. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа қоямыз. Лимонның қышқыл дәмін кетіру үшін 5 минут қайнатамыз. Қайнаған лимондарымызды екіге бөліп, үстінден дәнектерін алып тастаймыз. Кішкентай бөліктерге бөліп, блендерден өткіземіз. Үстіне 200 грамм қант қосамыз. 40 грамм жүгері крахмалын қосып, барлығын араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігін астына саламыз. Үстіне салмасын саламыз. Қалған қамырды үстіне үкіштен өткіземіз. «180 градуста 45 минут пісіреміз қызарғанша». Мінекей біздің лимон қосылған пирогымыз дайын болды. Мен дайындап көріңіздер, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.